Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып иммуноформула NL компаниясының кезекті өнімі жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, оны қалай қолданамыз, оған қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Иммуноформула бұл NL компаниясының өнімі. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл тұмау кезінде адамның ауырмауына немесе ауырып қалған жағдайда оның тез жазылып кетуіне мүмкіндік беретін өнім болып табылады. Сонымен қатар иммуноформуланың құрамындағы заттар адамның иммунитетін жақсартады, адам организмін вирустар мен бактериялардан қорғайды. Оның құрамында инулин бар, одан кейін лакта және бифидобактерия бар. Осыған байланысты адамның ішек микрофлорасын жақсартады, адамның ағзасына қажетті заттардың тез сіңіп кетуіне мүмкіндік беретін сондай бір керемет өнім болып табылады. Иммуноформула құрамына келейік, қандай заттар бар? Бұл бірінші эхиноцея бар. Эхиноцея бұл кәдімгі шөпті емдік шөп өсімдік болып табылады. Ол негізінде бұл антиоксиданттық құрамында заттар бар. Антиоксиданттық бұл білесіздер, бұл клетканы қартаюдан сақтайды. Сонымен қатар адам клеткасын сыртқы зиянды факторлардан қорғайды. Одан кейін акне деген ауруда қолданады. Акне білесіздер, бұл тер бездерінің, одан кейін шаш фолликулаларының аурулары болып табылады. Бұл кәдімгі банальный, кәдімгі қалыпта қарапайым безеу. Ол не үшін көмектеседі акне кезінде? Өйткені бұның құрамында фитоантоциттер бар, табиғи антибиотиктер, бұл бактерияларды өлтіріп, солардың көбеюіне кедергі жасайтын заттар. Сонымен қатар эхиноцея бұл адамның жүйке жүйесін тыныштандыру арқылы адамның ұйқысын жақсартады. Ол бір жағдай, егер ұйқысы бұзылған жағдай болса, екінші жағдай адамда қорқыныш сезім болатын болса, сол қорқыныш сезімін басады. Тағы бір қасиеті эхиноцеяның бұл қанның құрамында қанттың мөлшерін төмендетеді. Тағы да бір жағдай, жалпы бұл иммунитетке әсер етеді, сондықтан иммунитетті көтеруге эхиноцея жақсы көмектеседі. Тағы бір зат бұл эвкалипт. Эвкалипт құрамында цинола деген зат бар. Цинола бұл антиоксидант болып табылады. Ол негізгі қасиеті бұл бактериялар мен вирустарды өлтіруге көмектеседі. Сонымен қатар бір клеткалы протеопротозойный дейді, бір клеткалы паразиттерді жояды. Сонымен қатар фунгицидтік бұл жаңа вирус организмдегі саңырауқұлақтарды, грибоктарды жоюға көмектеседі. Сонымен қатар тағы да бір қасиеті бар. Бұл егерде ішке қабылдайтын болса, болмаса ингаляция жасайтын болатын болса, адамның денесіндегі қақырықты шығаруға көмектеседі өкпедегі. Сондықтан ларингит, трахеит, бронхит, пневмонияда, ринит, синусит, былайша айтқанда жоғарғы және төменгі тыныс жолдарының ауруларында кеңінен қолданады халық медицинасында. Одан кейін розмарин. Розмарин бұл көбінесе буын ауруларында, как противовоспалительный, қабынуға қарсы емдік шөп ретінде қолданады. Сонымен қатар бұның иммунитетті көтеретін бір жақсы қасиеті бар. Сонымен қатар жаңа айтылған инулин мен лакта және бифидобактерия бар. Лакта және бифидобактерия ол түсінікті, адамның ішек микрофлорасының жұмысын жақсартады. Бізде 70% иммунитет бұл ішекте деп есептеледі. Сондықтан егерде біздің микрофлорамыз жақсы болатын болса, бұл иммунитетті жақсартуға көмектеседі. Инулин не үшін керек? Инулин бұл полисахарид, ол қанттың бір түрі өсімдіктерде кездесетін. Бұл пищевая клетчатка деп атайды бұны. Бұл адамның организмінде сіңбейді, тоқ ішекте, аш ішекте. Бұл бірақ оны біздің организмдегі ішектегі ферменттер оны ертамайды. Бірақ ол көбінесе мынау бактериялардың тамағы болып табылады. Бізге қажетті бактериялардың. Сондықтан бұл пробиотик біздің ішіміздегі микрофлораның дұрыс өсуіне, дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Инулин сонымен қатар мынау семіздіктен арылуға көмектеседі. Бұл адамға кішкене тоқ сезім, адамның қарны тойған сияқты сондай бір сезім береді. Осы жағдай сонымен қатар құрамында өте көптеген минералды заттар және витаминдер бар. Соның екеуін айта кетейін дегеннен, бұл біреуі цинк. Цинк көбінесе мына тимус деген бар. Бұл вилочковое железо дейді. Негізгі негізгі иммунитеттік орган болып табылады. Сол цинк және оның иондары сол тимустың жұмысын жақсартады. Ол жаңағы Т-лимфоциты деген бар. Бұл арнайы сондай бір клеткалар, бұл адамның денесіндегі жаңағы түрлі вирустар, раковый клеткалар, бізге керек емес заттарды өлтіріп соларды жеп қоятын, соларды жоятын клеткалар. Сонымен бірге интерферон деген бар. Интерферон көбінесе бұл вирустарға қарсы жұмыс істейді. Сол вируста интерферонның Т-лимфоциттердің бөлінуіне
көмектеседі осы цинк деген жаңағы минерал. Сонымен қатар витамин С бар. Витамин С білесіздер, бұл коллагеннің синтезіне қатысады, көптеген зат алмасу процестерін күшейтеді. Сонымен қатар бұл фагоцит деген бар. Бұл жаңағы сондай арнайы клеткалар болады. Бұлар да жаңағы организмге керек емес клеткаларды жеп қоятын бір клеткалы сондай заттар бар. Клетка ол адамның иммунитетін көтеруге, адамды жаңа бактериялар мен вирустар қорғауға мүмкіндік береді. Сол витамин С болған кезде витамин С-ның қызметі сол жаңа фагоциттің клеткалардың санын көбейтеді. Осындай бір жағдай. Енді бұл өнімді иммуноформуланы қай кезде біз қолданамыз? Бұл хронический усталость деген бар. Адам үнемі шаршап жүретін болса, одан кейін адам инфекциялық аурулармен жиі ауыратын болатын болса, адамның көңіл күйі нашар болатын болса, адам түсініксіз әртүрлі жағдайларға байланысты шаршап өзін күші әлсіз сезінген кезде, себепсіз ешқандай адам қатты ауыр жұмыс істемесе де үнемі бір шаршау сезімі болады. Ол сол кезде. Сонымен қатар жаңағы айтылған жиі ауырған кезде, тұмау маусымында, егер де бір инфекциялық аурулармен ауырғаннан кейін және сол ауырып жатқан кезде, сонымен қатар операциядан кейін шыққан кезеңдерде осы иммуноформуланы қолдануға болады. Бұл сізге не береді? Жаңағыда иммунитеті көтереді, аурумен тез жазылып кетуге, аурудан кейін тез қалыпқа келуге және адамның ішек микрофлорасын жақсарту арқылы сізге жаңа пайдалы заттардың тез сіңуіне мүмкіндік береді. Құрамында 60 капсула болады, бір упаковкада бір капсуладан күніне 2 рет 30 күн ішіледі. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, менің WhatsApp номерім менің каналымда жазылып тұр. Подписка жасаңыздар, лайк қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса WhatsApp-па немесе комментарийға жазсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.